Сіздерге мына бір қызықты тарихты айтқалы отырмын. Мына жерде Мин империясын көріп тұрсыздар ғой, үлкен империя, толып жатқан провинция. Қазір халқының санын айтам, сол кезде шошып кетпеңіздер. Бұл империяда халықтың саны 60 миллионнан асты сол дәуірдің өзінде. Ал біздер Қасым ханның дәуірінің өзінде біздің халық саны 1 миллионға енді ғана жеткен болатын. Қасым ханның дәуірінде шамамен 1520 жылдардың өзінде. Ал Мин империясы сонау 1368 жылы құрылған Мин империясында халықтың саны 60 миллионнан асқан, ал әскерінің саны 1 миллионнан асқан. Осы Мин империясының негізін қалаушы Чжу Юаньшан дейтін адам, бір сөзбен айтқанда, Шыңғыс ханның ұрпақтарын Қытайдан қуып шыққан адам, жас кезінде қайыршы болған. Яғни ол мына моңғолдарды қуып шығам дегенсе, оның жастық шағы алғашқы император негізін қалаушы, Мин империясының негізін қалаушы, моңғолдарды елден Қытайдан қуып шыққан адам жас кезінде қайыршы болып, көп деген кедейлердің бірі болған. Ата-анасы өлгеннен кейін аш қалмаудың қамын ойлап, мына Будда храмында шәкірт болған. Аштан өлмес үшін тіпті қайыршы болып жан сақтаған адам. Міне сондай адам кейіннен 1368 жылы моңғолдарды өз даласына қуып шығып, Қытайлардың билігін қайтадан қалпына келтіреді. Таққа отырады Чжу Юаньшан деген адам. Елді 1398 жылға дейін басқарады. Мына жақта ол кезде Әмір Темірдің билігі жүріп тұрған болатын. Сондай адам жас кезінде көрген қиындықтарын ұмытпады. Ол таққа отырғанда кейде оны қайыршы император деп атаған. Сондай жас кезінде көрген қиындықтар оны мықты мемлекет құруға талпындырды. Мына Мин деген сөздің өзі Қытай тілінен аударғанда жарқыраушы дейтін мағынаны білдіреді. Әулеттің аты Мин деп аталады. Мин империясы.